Сәлеметсіңдер ме, құрметті балалар? Жаңа сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мен және менің отбасым. Бүгінгі сабақта өзіңнің отбасың туралы әңгімелейсің. Оқулықта берілген тапсырмаларды орындайсың. Жаңа ән үйренесің. Сәлем, менің атым Раушан. Біздің үйге қош келдің. Менің отбасыммен таныс болыңыз. Бұл менің әкем. Оның аты Болат. Бұл менің анам. Оның аты Сәуле. Ал бұл менің сүйікті кішкентай інім Бауыржан. Бүгін біздің үйге атам мен әжем келеді. Сәлеметсіңдер ме, балаларым? Сендерді қатты сағындық. Сәлеметсіздер ме? Біз сіздерді көптен бері күттік. Сәлеметсіз бе, әке? Сәлеметсіз бе, ана? Сіздерді көргеніме қуаныштымын. Менің немерелерім қайда? Сәлеметсіздер ме, ата-әже? Алақай, ата мен әжем келді. Менің балаларым өсіп кетіпті ғой. Бауыржан үлкен жігіт болыпты. Төрлетіңіздер, дем алып алыңыздар. Дастарханға келіңіздер. Бұл жоғарыдағы орын төр деп аталады. Оған атамыз отырады. Енді әркім өз отбасы туралы әңгімелеп көрсін. Ол үшін мына сұрақтарға жауап беріп көр. Сенің отбасыңда неше адам бар? Сен отбасында үлкенісің бе, әлде кенжесің бе? Отан отбасынан басталады дегенді қалай түсінесің? До, ми, соль ноталарын нота сызығына орналастыр. Қол белгісімен көрсетіп, орындап бер. До, ми, соль, ми, до. До, ми, соль, ми, до. Өте жақсы. Келесі тапсырма. Суретте берілген ырғақты орындап, дәптеріңе жаз. До, ми, соль, до. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, дауысты дыбыстарды қолданып, дауыс жаттығуын жасайық.
жаңа ән үйренуді бастайық. Бүгін біз жарасты жанұя әнін үйренеміз. Әннің өлеңін жазған Абдрахман Асылбеков, музыкасын жазған Әлия Бүшікова. Балалар, ән орындағанда ән айту ережелерін ұстануды ұмытпайық. Денемізді тік ұстап, дауысты дыбыстарды айтқанда ернімізді дөңгелендіріп, дыбысты шашыратпай орындайық. Әлия Бушукова, жарасты жанұя. Біздердің жанұя сәніме, баршаға ұнайды әніме, айналып кетеді думанға, аспаптар қосылып мәнімен. Осындай біздердің жанұя, бәріміз біргеміз, көңілдер шалқыған дәрия, тойлаймыз күнде біз. Күйлерін құлаққа қондыра, бауырын тартады домбыра, атам мен әжемде қалыспай, қосыла қағады даңғыра. Осындай біздердің жанұя, бәріміз біргеміз, көңілдер шалқыған дәрия, тойлаймыз күнде біз. Анамда қобызын ойнайды, тәттәуен жүрекке бойлайды. Біздердің жанұя осылай, көңілді көтеріп тойлайды. Осындай біздердің жанұя, бәріміз біргеміз, көңілдер шалқыған дәрия, тойлаймыз күнде біз. Күмбірлеп керемет оркестр, концерт боп өтеді әр кешбір. Мен болсам жетекші дирижер, орыным ерекше дербес тұр. Осындай біздердің жанұя, бәріміз біргеміз, көңілдер шалқыған дәрия, тойлаймыз күнде біз. Сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар балалар.